Дінімізде кейбір уақыттардың өзіндік ерекшеліктері мен қасиеттері бар. Рамазан айының артынша келетін Шәуәл айының да өзіне тән артықшылықтары көп. Пайғамбарымыз кім Рамазан айының оразасынан соң Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса, 1 жыл ораза ұстағандай болады деп, бұл айда ұсталатын 6 күн оразаның мол сауабын сүйіншілеген. Шәуәл айының оразасы нәпіл ораза болып табылады. Яғни мұны ұстау ешкімге міндет емес, адамның өз ықтиярында. Дегенмен мұны ұстамаған жан жоғарыда келтірген пайғамбарымыздың хадисіндегі 1 жылдық оразаның сауабынан құр қалады. Шәуәл айының нәпіл оразасы тек Шәуәл айында ғана ұсталады. Және оны айт күннің 2-ші күнінен бастап ұстаса болады. Себебі адамның белгіленген ажал айтпай келетіндіктен, алдымен парыз оразаның қазасын толық өтеп, нәпіл оразаны одан кейін ұстаған дұрыс. Бұған қоса жоғарыда келтірілген хадисте Рамазан оразасынан соң Шәуәл айында 6 күн ораза ұстаса делінгенін ескерсек, әуелі Рамазанның қазасын өтеудің абзалдығын ұғамыз. Осы айда қаза оразасын ұстап, нәпіл ораза ұстауға уақыты жетпей қалған адамдар үшін де Шәуәл айының уәделі сауабы үміт етіледі. Бірақ бұл нәпіл оразаға уақыты жетпей қалғандар үшін. Рамазан оразасын ұстамаған адамдарға да Шәуәл оразасын ұстауына болады. Алайда олар пайғамбарымыз сүйіншілеген 1 жылдық оразаның сауабын ала алмайды. Себебі Рамазан оразасы парыз. Оны ұстамау үлкен күнә. Шәуәл оразасы да Рамазан оразасы секілді таң намазынан басталып, шам намазына дейін жалғасады. Шәуәл айының 6 күндік оразасын әр аптада 2 күнге бөліп, әсіресе аптаның дүйсенбі және бейсенбі күндері ұстаса, нұр үстіне нұр. Себебі пайғамбарымыз дүйсенбі күні мен бейсенбі күні істеген істер Аллаға ұсынылады. Менің істерім Аллаға көтерілерде аузымның берік болғанын ұнатамын деді. Рамазаннан кейін Шәуәл айында 6 күн ораза тұтудың жыл бойы ауыз бекіткенге теңестірілуі Алла тағаланың мейірімінің шексіз екенінің бір көрінісі. Яғни Хақ тағала өзіне тән рахыммен құлының жасаған ғибадатына бірнеше есе артық сауап жазып, ақыретімізді құтқаруға илахи мол мүмкіндік тудырады. Алла тағала ниеттерімізді қабыл еткей.